Сәлем достар. Сәлем. Бүгін күн сенбі. Сенбі күні біз осы үйдің маңайындағы саябақта серуенге шыққанбыз. Осы коронаға байланысты осындай көп болды шықпай кеткелі. Содан бүгін бір орай тауып шыққанымыз. Коронаны білесіздер, бүкіл дүние жүзі бойынша тарап кеткен. Жапонияда содан қағыс қалған жоқ. Коронаның ауыр кездерінде осындай паркқа шығу дегендерді бәрі азайған болатын. Әзір міне қарап тұрсаңыздар, адамдар өте аз, бірақ сонда да фотоға түсіретін үлкен кісілер әлде осындай саябақтарда жүр. Біз келергі видеомызда осы коронаның Жапонияға деген әсерін
Жапондағы адамдардың коронадан кейінгі тұрмыстарының өзгерісі туралы егжей-тегжейлі видео түсіретін боламыз. Көріскенше күн жақсы.